Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақ Смайлс 4-ші сыныптың 42-43 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Бірінші тапсырма. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. Then match. Одан кейін сәйкестендір. Rainforest. Desert. Ocean. Lake. Waterfall. Island. River. Mountain. Our planet's treasure. Ocean. Island. River. Waterfall. Lake. Desert. Rainforest. Mountain. Waterfall сарқырама C, Rainforest тропикалық орман A, River өзен G, Desert шөл B, Ocean мұхит D, Island арал E, Lake көл F, Mountain тау Mountain H. 15-ші тапсырма. Read and choose the right word. Оқы және дұрыс жауапты таңда. Then decide if the sentences are true or false. Одан кейін сөйлем дұрыс па, қате ме? Таңда. Correct the false statements. Қате сөйлемді дұрыста. Бірінші сөйлем. Part of the Amazon rainforest is in Mexico. False. False. Part of the Amazon rainforest is in Brazil. Амазонка орманының жартысы бір бөлігі Бразилияда орналасқан екен. Екінші сөйлем. Niagara Falls is a waterfall. Part of it is in Canada. Дұрыс, иә? Ниагара сарқырамасы ол Канадада орналасқан екен. Үшінші сөйлем. Байкал is a lake in Egypt. False. Байкал көлі Египетте орналасқан. Дұрыс емес. False. Lake Baikal is located in Siberia, Russia. Байкал көлі Сибирияда, Ресейде орналасқан. Төртінші сөйлем. Part of the Sahara is in Morocco. Desert, Сахара дегеніміз шөл, ол Мароккода орналасқан. Дұрыс. True. Бесінші. Сырдария is a river in Kazakhstan. Сырдария Қазақстандағы өзен. Дұрыс. True. Алтыншы сөйлем. Гавай is a island in Greece. Гавай Грецияда орналасқан. False. Дұрыс емес. Гавай is not an island in Greece. Гавай a group of islands located in the Central Pacific Ocean and is part of the United States. Жетінші. Хантингри is a mountain in Kazakhstan. Хантингри Қазақстандағы тау дейді. Дұрыс емес. False. Хантингри is located in Kazakhstan, Kyrgyzstan and China. Сонда Хантингри тауы Қазақстанда, Қырғызстанда және Қытайда орналасқан екен. Сегізінші сөйлем. The Pacific Ocean is the largest in the world. Тынық мұхиты әлемдегі ең үлкен жердің бірі болып есептелінеді. True.
Енді грамматикаға назар салайық. Ағылшын тілінде 3 артикль бар. A, N және Z деген. Егерде сөзіміз дауыссыз дыбыстан басталып тұрса, артиклін қоямыз. A mountain, a lake, a desert, a country, a river. Ал егерде сөзіміз дауысты дыбыстан басталып тұрса, N артиклін қоямыз. An island, an ocean. Ал шөлдерді айтқан уақытта, өзендерді айтқан уақытта, мұхиттарды айтқан уақытта біз Z деген артиклді қолданамыз. Мысалыға, Mr. Smiles is an explorer. Мұзында байқасаңыздар, explorer дыбысты дыбыстан басталып тұр. Деген сол себептен N артиклін қолданған. He travels all over the world. Енді 16-шы тапсырма. Read and choose. Оқы және таңда. We visited Turkey this summer. Біз Түркияға осы жазда бардық. Түркия дегеніміз ел, сондықтан бізде артикль қолданылмайды. Екінші сөйлем. My uncle lives on an island in Italy. Менің көкем Италияның аралында өмір сүреді. Сөзіміз island I әрпінен басталып тұрғандықтан N артиклін қолданамыз. Үшінші сөйлем. Where is Аралқұм desert? Аралқұм сөзі дауысты дыбыстан басталып тұр, сол себептен N артиклін қолданамыз. Malta is small country in Europe. Сөзіміз С дыбысынан басталып тұр, дауыссыз дыбыс, сол себептен артиклін қолданамыз. Irtysh River flows through Russia, China and Kazakhstan. Иртыш өзені Ресей, Қытай және Қазақстан арқылы өтеді. Бұл жерде артикль қолданылмайды. He bought a house near Lake Baikal. Алтыншы сөйлемде де артикль болмайды. 17-ші тапсырма. Read and complete. Оқы және аяқта. Use A, N, Z where necessary. Қажет болған жерлерге A, N және Z деген 3 артиклдің біреуін қолданатын боламыз. Kazakhstan is the 9th largest country in the world. Kazakh is the main language, but a lot of people also speak Russian and English. Үшінші, төртінші сөйлемде сөздер орындарда қойылмайды, себебі ол тілі. The capital of Kazakhstan is Nur-Sultan. Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан. An exciting modern city. Әдемі заманауи қала. There is also a lot of natural beauty in Kazakhstan, including mountains, rivers, lakes and forests. Қазақстан өте әдемі ел, оның ішіне жаңа таулары, өзендері, көлдері және ормандары кіреді. The Caspian Sea is the world's largest lake. Каспий теңізі әлемдегі ең үлкен өзендердің бірі. Көлдердің бірі. Visit to Kazakhstan is an interesting experience, and Kazakh people always give their visitors very warm welcome. Яғни Қазақстанға келген қыдырып келушілерді қазақ халқы өте құшақ жая қарсы алады.